Так, бүгінгі видеомыздың тақырыбы бүтін көрсеткішті дәрежелер болып табылады. Сондықтан есепті бастамас бұрын мен бір-екі сол қасиеттерін формула демейміз, қасиеттерімен таныстыра өтейін. Жалпы минус дәреже дегеніміз не? Алдыңғы сабақта не өттік? Алдыңғы сабақта біз дәрежелердің негіздер бірдей болатын болса, дәрежелерін қосуды білеміз, n-ді m-ге қосамыз. Егер бөлу болатын болса, біз n-нен m-ді азайтатын едік. Бөлу болатын болса. Одан кейін жеке-жеке a, b-ның неақта мысалы какой-то бір m дәрежесі болатын болса, a-ның m дәрежесі, b-ның m дәрежесі жеке-жеке жазамыз. Так, біздің білетіміз әзірге осы болатын, я? Енді бүгін минус дәреже болатын болса, мысалы a-ның минус n дәрежесі болатын болса, ол дегеніміз бір бөлінген a-ның n дәрежесі дегенді білдіреді. Осыны біліп алыңыздар. Дәреже ол бөлшектің алымына немесе бөліміне кетеді, соны білдіреді. Мысалы керісінше бір бөлінген a-ның минус n дәрежесі болып тұр. Оны қайтадан жоғарыға шығару керек болатын болса, жоғарыға алымына, сонда ол минус n-ді плюс n деп жазуымыз керек. Ал қайтадан бөлшектің астына жіберу керек болатын болса, онда соны минус n қылып жібереміз. Міне осы. Одан кейін барып a-дан b яқта бөлшек саны берілсе, сонан қандай да бір минус n дәрежесі дейтін болса, ол минус n дәрежесін плюс n дәрежеге айналдыруымызға болады. Мына екеуінің орындарын ауыстырасыздар. b бөліміне a алымына қарай. Көрдіңіздер ме? Әзірге осы, егерде айтатын жаңадан басқа нәрсе айтатын болсам, соны есептерін түсіндіру барысында айтатын боламын. Енді 1-97-тен бастайық. 1-97. Қараңыздар, теріс көрсеткішті дәреженің бөлшекпен алмастырыңдар дейді. Бөлшекпен алмастырамыз дейді, қараңыздар. Біріншісі 3-тің минус 3 дәрежесі. Сіздерге айттым, ол минус 3 дәрежесін бірінші плюс 3 дәрежеге айналдырып аламыз. Дәрежені міндетті түрде оң таңбалы санға айналдырамыз. Мына 3-тің минус 3 дәрежесін 3-тің 3 дәрежесі деп жазуға болады, тек қана ол бөлшектің бөліміне түсіп кетеді. Болды. 3-тің кубы 27 екен білесіздер, яғни 27-ден 1 деген сөз. Келесі үшіншісі 5-тің минус 2 дәрежесі. Яғни ол 5-тің квадраты деген сөз. И 5-тің квадраты 25 болғандықтан 25-тен 1 дейміз. Балалар, алдыңғы видеоны көрген шығарсыздар, мен сіздерге айттым, көбінесе мен бірінші және үшінші нөмірлі есептерді көрсетем, қалғандарын өздеріңіз орындайсыздар. Міне 1-97-нің 6 есебі бір-бірінен ауымайды. Сондықтан қазір осы 1 мен 3 түсінсеңіздер, қалғандарын өздеріңіз орындай аласыздар. 6-шысында көріп тұрсыздар, енді 6-шысын айта кетейін, әріппен берілген x-тің минус 7 дәрежесі деген сөз, ол демек 1 бөлінген x-тің 7 дәрежесі деген сөз. Yani мысалы мынандай жағдай болатын болса, 5 көбейтілген x-тің минус 6 дәрежесі деген. Сол бөлшектің астына осы x-тің минус 6 дәрежесі плюс 6 дәрежесі барады дағыны 5 алымда тұра береді. Қасында көбейтіліп тұрған сан төбесінде қалады. Ал мына жерде x-тің минус 7 дәрежесі алдында ешқандай сан болмағандықтан, ол жерде 1 бар деп есептейміз де 1-ді қойып қоямыз. Міне. Көрдіңіздер ме? Мына жерде 1 бар деп есептейміз, 1-ді қойып қоямыз. Так, осылай. Енді 1-98. 1-98-ші тапсырма. Бөлшекті теріс көрсеткішті дәрежемен алмастырыңдар. Бұл жерде керісінше болып тұр. Бұл жерде керісінше, яғни 1 бөлінген 2-нің 6 дәрежесі берілген. Мына астында тұр, я. Енді соны үстіне шығарамыз, бірақ дәрежесіне минус қоямыз деген секілді. Көрдіңіздер ме? 10-ның кубы бөлшектің астында тұр. Оны үстіне шығарамыз, дәрежесінің алдына минус таңбасын қоямыз. Барлығы осылай. Енді 6-шысында мынау 625 қандай да бір санның дәрежесі. Сен өздеріңіз соны табыңыздар, қандай санның дәрежесі екен. Подсказка берейін, ол қандай да бір санның кубы. Қандай бір санның кубы, сонда минус кубы деп жазасыздар. Сіздерге сенем, орындай аласыздар деген ойдамын. Сонымен мен 1-99-ға өттім. Өрнекті бөлшек түріне келтіріңдер дейді. Тағы да 1-97 секілді есеп. 3 көбейтілген x-тің минус 5 дәрежесі. X-тің минус 5. Жаңа айттым ғой мен сіздерге, бөлшек сызасыздар. Мына 3 сол алымда тұра береді, бөлімінде мына минус 5 дәрежесі плюс 5 дәрежесі барады. X-тің 5 дәрежесінен 3 болады. Енді 1 мен 3-ті көрсетем деп айттым, я. Үшіншісі a-ның минус 1 дәрежесі b. Көрдіңіздер ме? b-ның дәрежесі плюс b-ға тиіспейміз, b қалады осы жерде. Ол a-ның дәрежесі минус болып тұрғандықтан астына қарай минус дәреже плюс 1 дәреже болып барады. Ол 1 дәреже дегеніміз ол a-ның өзі ғой, сондықтан a-дан b деген сөз. Енді қалғандарын өздеріңізге тапсырамын. Мына жерде мысалы екіншісінде 5x, я, 5x, y қана бөлшектің астына кетіп қалады. Мына жерде екеуі де бөлшектің астына кетіп қалады.
түсінікті айттым деп ойлаймын. Түсінікті болса комментарийға жаза отырыңыздар. Мен келесі бетке өттім. 1/100 тапсырма. 1/100. Так. Бөлшекті көбейтінді түрінде жазыңыздар дейді. Бөлшекті көбейтінді түрінде жазу керек. Яғни 5 бөлінген x-тің кубы берілген. Осыны көбейтінді түрінде жазу үшін 5 осы жерде қалады. Яғни алымында мынаны соны 5-ке көбейтіп жазып қою керекпін. Яғни төбесіне шығару керекпін. Ал 5-тің кубын мен дәрежесін өзгертемін. Минус куб деп. X-тің дегенім ғой. X-тің минус 3 дәрежесі болады. Міне осылай. Нөмір 3-сіне қарайық. 1 бөлінген a-ның кубы және b-ның квадраты. Екеуінде бөлшектің алымына шығару керек, екеуінде. Сондықтан a-ның кубы бізде a-ның минус кубы болады, b-ның квадраты бізде минус квадраты болады. Міне осылай. Қалғандарын өздеріңізге тапсырам. Мына жерде мысалы 4-сінде a минус b-ның деп екеуінің жақшамен жазасыздар. Мысалы 4-сін айта кетейін. 2x деп тұр, бөліміне қарайтын болсаңыздар a минус b болып тұр. Біз енді a минус b-ны жоғарыға шығару керекпіз. Сол a минус b-ны деп жақшаның сыртына минус 1 дәрежесі. Өйткені мына жерде 1 дәреже болып тұр ғой қазір. Енді жоғарыға шыққаннан кейін минус 1 дәрежесі болады. Болды осылай. 1/101 тапсырма. Кәнеке есептеңіздер дейді. Бұл жерде енді есептеу қызығырақ, 1 мен 3-ті көрсетем. 7-нің кубы көбейтілген 7-нің минус 2 дәрежесі. Енді бұл жерде бүгінгі айтып атқан қасиетімізді қолданбай-ақ, алдыңғы сабақта білетін қасиетімізді қолдансақ болады. Ол қандай қасиет? 7 мен 7 негіздер бірдей, дәрежелерін қосамын дейсіздер. Яғни 3-ке минус 2-ні қосамын дейсіздер. Сонда плюс пен минус бізде минусты береді ғой, яғни 3 азайтылған 2 болады. Ол бізде 1-ді береді, 7-нің 1 дәрежесі деген 7-ге тең болады. Міне осылай. Немесе бүгінгі қасиетті қолданып былай орындасақ болады. Мынаны тең деймізді. 7-нің кубы бөлшектің алымында тұра береді. 7-нің минус 2 дәрежесі бөлшектің астына қарай плюс 2 дәрежесі қылып жібересіздер. 7-нің кубы дегеніміз 7 көбейту 7 ғой. Ал 7-нің квадраты дегеніміз 7 көбейтілген 7 ғой. Сонда мына жердегі 7 мен 7 қысқарады, 7 мен 7 қысқарады. Сонда 1 7 қалады. Екеуінде де жауаптары 7 мен 7. Өздеріңізге қайсысы ыңғайлы сол жолмен шығаратын боласыздар. Так, одан кейін 3-сіне кеттік. 3-тің минус 1 дәрежесінің квадраты дейді. Дәрежеге көбейтіледі. Яғни минус 1-ге 2-ні көбейтетін болса минус 2. Ал минус 2 дегеніміз ол 3-тің квадраты бөлімінде. Ол бізде 9-дан 1 болады. Болды, мінекей осылай орындайсыздар. Қалғандарını өздеріңізге қалдырам. 1/102. 1/102. Дәрежені көбейтінді түріне келтіріңдер дейді. Дәрежені көбейтінді түріне келтіру дегеніміз енді ықшамдау деп айтсақ болады бұл жерде. Ықшамдау. Как раз 1 мен 3-ті түсіндірсем, қалғандары түсінікті болады сіздерге. Так, біріншісі, енді x-тің минус 1 дәрежесі көбейтілген y-тің минус 2 дәрежесі жақшаның сыртында бізде минус 2 дәрежесі бар екен. Так, енді қарасаңыздар, бұл жерде кешегі өткен қасиет бойынша тағы да солай орындасақ болады негізінен. Кеше қандай қасиетті өттік? Дәрежелерін жеке-жеке жазамыз деген не мына? Минус 2-ні дәрежесі бір-біріне көбейтіледі ғой. Мынаның дәрежесі жақшаны ашып жеке-жеке жазсақ болады. Сөйтіп айтып жазсаңыздар болады, қараңыздар x-тің. Так, бұлай. X-тің минус 1 дәрежесі осыған минус 2 көбейтіледі. Y-тің минус 2 дәрежесінің минус 2 дәрежесі. Минус 2 дәрежесін жеке-жеке жазып қойдым. Дәреженің дәрежесі бір-біріне көбейтіледі. Яғни минус 1 мен минус 2-ні көбейтсеңіздер қазір 2 болады. Ал минус 2 мен минус 2-ні көбейтсеңіздер 4 болады. Міне көбейтінді түрінде жаздық. Берілгенін қарасаңыздар, міне көбейтінді түрінде жазыңыздар еді ғой. Осылай кешегі өткен тақырып қасиет бойынша орындасаңыздар болады. Немесе бүгінгі өткен қасиет бойынша қалай болады? Минус 1 дегеніміз ол астына кетіп қалады x-іміз. Одан кейін барып, мына y минус 2 дегенімізде астына y квадрат болып кетіп қалады. Y квадрат болып. Мінекей. Одан кейін барып, минус дәрежені біз плюс дәрежеге айналдырамыз да, мынаны орындарын ауыстырамыз. Яғни x-ті төбесіне, y квадратты да төбесіне. Енді астында 1 бар деп ауыстырады ғой, екеуін ауыстырамыз ғой орындарын. Минус 2 дәрежесін плюс 2 дәрежесі қылып жазу үшін мұны алымы мен бөлімін ауыстырамыз. Жақшаның ішіндегі тұрған бөлшек санның.
астында бірді өшіре саламыз, ол бірге бөлінсе бәрібір де бір шығады. Енді жеке-жеке көбейтесіздер. X-тің квадраты, Y-тің 4 дәрежесі. Екеуінде де бір жауап. Қайсысы ыңғайлы, сол әдіспен шығарсаңыздар болады. Енді қазір үшіншісін, мына жерде үшіншісі қалды ғой. Үшіншісін мен бүгінгі қасиетіміз бойынша орындаймын. Бүгінгі өткен тақырыбымыз бойынша. Солай дұрысырақ болар. 0,125 m-нің -2 дәрежесі и n-нің квадраты. Жақшаның сыртында -3 дәрежесі тұр. Бүгінгі қасиет бойынша 0,125 дегеніміз ол 4-тен 1 деген сөз. 4-тен 1. m-нің -2 дәрежесі дегеніміз көбейту жаза береміз. Бөліміне қарай m-нің квадраты қылып жіберейік. n-нің квадраты енді дәрежесі минус емес екен. Ол алымында тұра береді. Міне, бірді өшіре саласыздар. Көрдіңіздер ма? Тек қана m-нің дәрежесі -2 болды, сондықтан m-ді астына қарай жібердік. 4-тен 1 деген сөз. Сыртында бізде не бар? -3 бар. Енді осы -3 дәрежесін біз +3 дәреже қылып өзгертеміз де, мына алымы мен бөлімінің орындарына ауыстырады. 4m квадрат дегеніміз алымына қарай, n квадрат бөліміне қарай жазылады. Енді кешегі қасиет бойынша жеке-жеке жазасыздар. 4-тің кубы, мынаяқта m квадраттың кубы и астында n квадраттың кубы деп. Сонда қалай болады? Тең 4-тің кубы бізде 64 емес па? 64. И m 3-ке 2-ні көбейтетін болсақ бізде 6. Мына жерде астында n 3-ке 2-ні көбейтетін болса 6. Көбейтінді түрінде жаз дегеннен кейін мына n-нің 6 дәрежесін жоғары қарай шығару керекпін. Яғни 64 көбейтілген m-нің 6 дәрежесі мынаған көбейту керекпін үстіне қарай. Сол n-нің 6 дәрежесін алдына минус қойып қоямыз. Сонда n-нің -6 дәрежесі. Қазір көбейтінді түрінде жазып қойдық. Болды. Немесе жаңағындай кешегі өткен қасиет бойынша мынаны жеке-жеке көбейтсеңіздер болады. Мынаған бірденнен, иә. Қалай болса да сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Кәнекей, ойларыңызды жаза кетіңіздер. 1/103. Өрнекті негізі 2 болатын дәреже түрінде жазыңыздар дейді. Біріншісі 8 көбейтілген 2-нің -4 дәрежесі. Екеуінің негіздері бірдей болу керек қой, амалдар орындау үшін. 8 дегеніміз бізде 2-нің кубы екенін білесіздер. Мынау жерде 2-нің -4 дәрежесі. Тағы да бірнеше шығаратын жолдарыңыз бар. Бірінші дәрежелерін қоса салсаңыздар болады. Яғни 3-ке -4-ті қосамын деп. Ол дегеніміз 3 азайтылған 4 болады. 3-тен 4 азайтатын болсаңыздар, бізде -1. Ал -1 дегеніміз ол 2-ден 1 деген сөз. 2-нің -1 дәрежесі дегеніміз 2-нің 1 дәрежесі бөліміне кетіп қалады 2-ден 1. Осылай орындасаңыздар болады. Так, өзі 4 ақ тапсырма екен. Енді үшіншісін көрсетем, болды ғой сонымен. 2 мен 4 қалады сіздерге. 4-тің -2 дәрежесі бөлінген 2-нің -6 дәрежесі. Мынау енді кішкене болса да ойландырады, өйткені 4-тің -2 дәрежесі деген бәрін 2-ге айналдыру керек қой, жарайды. 4-тің -2 дәрежесі, қараңыздар. 4-тің мына жерде -2 дәрежесі деп тұр. 4-тің. Ал 4-тің өзін мен 2-нің квадраты деп аламын, міне. 2-нің квадраты деп аламын. Мынаяқта бөлінген 2-нің -6 дәрежесі деп тұр. Енді дәрежесі бір-біріне көбейтілетін білесіздер. 2-ге -2-ні көбейтетін болсақ -4 болады. 2-нің -4 дәрежесі бөлінген 2-нің -6 дәрежесі. Міне. Енді бұл жерде де шығаратын бірнеше әдіс бар. Кешегі нені қолданғанымыз кішкене ыңғайлырақ болады, иә. Негіздері бірдей болып тұр 2. Біз дәрежелерін азайтамыз дедік. -4-тен азайтамыз -6-ны. Міне, жақшамен жазыңыздар, шатаспаңыздар. -4, -6 деген ол -4-тен -6-ны азайту емес, -4-тен жай ғана 6-ны азайту болып қалады. Сонда дәл қазір мұқият қарасаңыздар, біз -4-тен -6-ны азайтып жатырмыз. Міне, -4-тен -6-ны азайтып жатырмыз. Міне осылай. Сонда мына минус пен минус бізде плюс болады. Минус пен жақшаны ашқан кезде плюс болады, яғни 2 -4 плюс 6, ол дегеніміз 2-нің 2 дәрежесі 4 болады. Мінекей. Өрнекті негіз 2 болатын дәреже түрінде жазыңыздар дей ма? Онда осы күйінше қалады ғой. Негіз 2 болатын дәреже түрінде жазыңыздар десе 2-нің квадраты. Жаңағы есепте де сондай екен ғой балалар. 2-ден 1 деп жазудың қажеті жоқ екен. 2-нің -1 дәрежесі. 2-нің дәрежесі қылып жазыңыздар деп жатыр ғой. Енді мына жерде тағы да басқаша қалай шығаруға болатын еді? Мына жерде тең, қараңыздар. Тең 2-нің -4 дәрежесі деген ол 1 бөлінген 2-нің 4 дәрежесі деген білесіздер. Бөлінген
2-нің минус 6 дәрежесі дегеніміз 1 бөлінген 2-нің 6 дәрежесі екенін білесіздер. Сонда бөлу амалын көбейту амалына айналдырасыздар. 1 бөлінген 2-нің 4 дәрежесі көбейтілген, мына бөлуді көбейту айналдырған кезде мына алымы мен бөлімнің орындары ауысады. 2-нің 6 дәрежесі бөлінген 1. Бөлінген 1 жазылмайды, 1-ді бөліксе өзі шығады, ол бәрі 1-ге бөлсе шығады. Сонда мына 2-нің 6 дәрежесі дегенмен 6 дәрежесімен 4 дәрежесі полностью қысқарып кетеді, яқта 2 қалады. Сонда 2-нің квадраты қалады. Мінекей 1-де 103-ші есеп осылай. Келесі кезекте 1-де 104. Тым оңай екендігі көрініп тұр 1-де 104-тің ше. Мен сіздерге екі ақ мысалын көрсетейін. Сандарды негізі 2 болатын дәреже түрінде жазыңдар дейді. Мен 16-ны жазып көрсетейін 2 дәрежесі. Енді 16 дегеніміз ол 2-ні 4 рет көбейткенде шығады ғой. Сонда 2-нің 4 дәрежесі деп жазамыз. Енді келесі 4-тен 1-ді көрсеткім келіп тұр. Бұны қалай 2-нің дәрежесі қылып жазамыз? Біріншіден 4-тен 1 дегеніміз ол бізде 4-ті астында тұра берсін, жарайды. Сол тұрған жерінде, астында тұрған жерінде біз 4-ті 2-нің квадрат деп жазып алайық. Енді барып 2-нің квадратын жоғары қарай шығарайық. Ол квадраттың алдына минус түседі, 2-нің минус 2 дәрежесі болады. 4-тен 1 дегеніміз 2-нің минус 2 дәрежесі. 2-ден 1-ді, 8-ден 1-ді өздеріңіз орындайсыздар. Мына жерде ойлауларыңыз мүмкін, 1 дегеніміз ол немене? Ол 1 дегеніміз 2-нің неше дәрежесі деп. Естеріңізде болсын, кез келген санның 0 дәрежесі 1-ге тең. Сондықтан мына жерде 2-нің 0 дәрежесі 1-ге тең деп қоямыз. Сонымен А тобының есептерін аяқтадық. А тобының есептері түсінікті болды ма? Сұрақтарыңызды жазсаңыздар.